Бүгін қалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы көшпелі семинар өтті. Жазғы мектеп деп аталатын шараға қоғам белсенділері, мемлекеттік қызметкерлер, партия мүшелері мен мемлекеттік емес ұйым өкілдері және мәслихат депутаттары қатысты. Семинарды өткізуге халықаралық Transparency Қазақстан компаниясы ұйытқы болған. Тілшіміз Сейтқали Әшім тарқатсын. Жазғы мектептің көшпелі семинары осымен Қазақстанның 18 қаласын қамтыған. Жоба жетекшілері Біріккен ұлттар ұйымы бастамасын қолға алған. Осындай көшпелі жиындардың өтуі шетел тәжірибесін қолдануға зор мүмкіндік береді. Бұл шараны ұйымдастырушыларға алғыс айтамыз. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстары біздің облыста қарқынды жүруде. Адалдық алаңы жобасы да жұмыс істейді. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту жаңа қазақстандық таза қоғам құруға зор мүмкіндік дейді оны ұйымдастырушылар. Приехали в город Караганду для того, Біз Қарағанды облысына келіп, сыбайлас жемқорлықпен күрестің шетелдік тәжірибесімен бөлістік. Және Қазақстандағы жүйе жайлы айтып, күресу жолдарын талқыладық. Жобаның серіктестері сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті өкілдері болып табылады. Бір ай ішінде халықаралық ұйым өкілдері еліміздің барлық облыстары мен ірі қалаларында болған. Бүгінге дейін 800 тыңдаушыға мамандар лекция оқып, оның маңыздылығы жайлы айтқан. Бұл тек қана мен үшін емес, бұл барлық қоғамға тиімді. Өйткені жаңадан жаңа ақпарат алады. Жемқорлыққа қалай тұру мәселесі бойынша, қалай оған қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша сондай ақпараттар алынып отыр. 4 кезең бойынша ұйымдастырылған семинар халықаралық және қазақстандық жүйеге бағытталды. Онда шетел мен Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жүйелі жүруі салыстырмалы жағдайда өрбіді. Өз кезегінде біздің департамент жемқорлықпен күресті күшейту жолында аянбай тер төгіп, бар бірліктіліктерін салды. Сондықтан бүгінгі семинардың тиімділігі зор, тәжірибе алмасуға мол мүмкіндік береді. Жемқорлықпен күресу жолдарын, жемқорлықты жою, жаңағыда мысалы қандай жолдары бар екенін, қандай жұмыстар жасау керек екенін бүгін біз мысалы үйреніп жатырық. Болашақта біз мысалы өз жұмыс барысымызда бұны қолданатын боламыз. Жобаның жүзеге асырылуы қоғам назарында. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті бірлесе жүргізу, оның тамырына түпкілікті балта шабу болып табылады дейді оны ұйымдастырушылар. Сейтқали Әшім, Жайнат Жақсыбаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.